Сәлем баршаңызға. Бүгін купондарды қалай пайдалану керек, соны түсіндіріп өтейін. Барлықтарыңыз білесіздер, товармен бірге бізге қағаз купондар келеді, иә. Оны көбіміз пайдалана бермейміз. Соны пайдаланып скидкалар алуға болады, және де әр товардың сыртында қарасаңыздар, упаковкасында QR-код тұрады. Сол QR-кодты сканерлеу арқылы да сіздер товарға жеңілдіктер ала аласыздар. Енді қазір көрсетіп өтейін, соны қалай қолданатын. Міне бұл менде қағаз купон келген болатын осындай. Осыны қазір мен пайдаланып көремін. Мұнда жазылған екен, егерде шартты орындасаңыз 1 юан скидка аласыз деп. Шарттары 10 сөзден артық болатын комментарий жазуым керек, 5 жұлдыз қоямыз, яғни товардың сапасы жақсы деп. Және де магазинге подписка тіркеліп кетуім қажет. Мына жерде фан группаның QR-кодын қалдырған екен, осы топқа қосылып магазиннің товарлары туралы соңғы жаңалықтары біліп отырсаңыздар болады. Және де астына ескертпе таста кетіпті. Мына купонды фотоға түсіріп қоймайсыздар, бұны тек пайдалану үшін ғана берген деген. Енді қазір қолданып көрейік. Ол үшін платформаға кіреміз. Мен купонды фотоға түсіріп алдым. Заказ берген товарымды табамын. Барлық заказдарыма кірейін қазір. Менде купон мына товардан шыққан болатын. Товарға кіреміз. Астында мынандай жазу тұр, камера суреті бар. Сізге товар ұнады ма, яғни көңіліңізден шықты ма? Қызылды басамын. Қызылды алып, товарыңызды алғаныңызды подтверждение жасағаннан кейін бізде осындай терезе ашылады, жұлдызшалар бар. Осы сөздің үстінен басамыз. Товардың фотосын қоямыз. Товарыңызды фотоға, видеоға, 2-3 фото өзіңіз қалауыңыз бойынша жіберсеңіздер болады. Фотоға түсірдім. Қызылды басамын. Фото менде жүктеліп жатыр. Мына жерде видео белгісі тұр. 5 жұлдызды қоямын, және де мына жерге комментарий жазамын. Google переводчиктен аударып алсаңыздар болады. Жазамын. Комментарий жазылды. Яғни біз комментарийді 10 сөзден кем жазбауымыз қажет. Қойылды, қызылды басып жібереміз. Мына магазин атауының үстінен басамыз. Бізде тағы бір шарт, магазинге подписка жасауымыз қажет. Мына жердегі плюс белгісін басамыз. Подписка жасалды. Қызылды басамын. Мына жұлдызшаның үстінен басып, комментарийімізді тауып аламыз. Скрин жасап аламын. Енді осының барлығын продавецке жіберуім қажет. Қайтадан магазинге өтейін, немесе астында тұрған мына SMS белгісін басатын болсаңыз, продавецпен сөйлесесіздер. Жаңағы фотолардың барлығын жібереміз. Галереямызға өтеміз. Қызылды басып, суреттеріміз жіберіліп жатыр. Біз кетті. Енді продавецтен ответін тосамыз. Продавецтің ответін көреміз. Бізге ответ қайтарған екен, 1 юан сізге қайтарылды деп. Енді сол қайтарылған сумманы көру үшін біз қайтадан SMS белгісіне өтеміз. Басты беттегі мына жерде Пендоның операторы деген белгіше бар. Қызыл мына белгішені басамыз. Осы жерде сіздің жасаған барлық операцияларыңыз көрініп тұрады. Мұнда жазылған екен, 1 юан қайтарылды деп. Басып көретін болсам, плюс 1 юан. Плюс дегеніміз, яғни бұл қайтарылған, возврат жасалынған сумма.
Әзірге ақша түскен жоқ, ол бірден түспейді, 1-2 күннің ішінде қайтарылуы қажет. Ал егерде сатып алынған товарға кеткен ақшаңыз болса, мына жерде деп азырады. Қазір сіздерге көрсетейін. Сіздің шығындарыңыз минус деп тұрады. Яғни сіз товар алуға жұмсаған суммаңыз. Бізге 1 юан осылайша қайтарылып берілді. Әрине, бұл өте көп сумма болмауы мүмкін, яғни копейка. Сонда да осындай купондардың бірнешеуін пайдалану арқылы сіз өзіңіздің кейбір товарларыңыздың доставкасын шығарып алуыңызға болады. Жеңілдік пайдаланудың тағы бір әдісі, өздеріңіз байқаған боларсыздар, товарларыңыз келген кезде сыртқы қорапшасында немесе қапшағында осындай 8 юан деген белгісі бар QR-код келіп жатыр. Мына жерде жазылған, яғни қапшықты бірден тастамаңыздар, QR-кодты сканерлеп, жеңілдікті пайдалан деген мағынаны білдіреді. Қазір камераны ашып сканер жасаймыз. Сканер жасаған кезде бізді автоматты түрде сайтқа өткізеді қазір. Міне осындай терезе ашылды, төбесінде тұр. 8 юаннан бастап, егерде заказ алатын болсаңыздар, осындай сіздерге товарларға жеңілдіктер беріледі. Жеңілдіктің аяқталу уақыты тұр, 17 сағаттан артық қалыпты менде. Және де әрбір товардың жанында неше юанға дейін жеңілдік алуға болады. Сол жазылған екен. Мысалға, мына бір товар, мына расческа бізде 8 юаннан басталып тұр бағасы, яғни және де осы товар сатып алсам, маған тағы да 8 юан скидка жасайды екен. Негізгі бағасы 29 юан болған, 8 юан скидкамен 12,9-ға ала аламын. Тағы бір товарды қарайық, 10 юан деп тұр. Яғни бағасы 8 юаннан артық. 33,9 болған екен, қазір скидкамен 23,9. Осылай, тура осы жердегі товарларды скидкасын пайдаланып сатып алсаңыздар болады. Әрине, бұл да бір клиент тартудың әдісі де болуы мүмкін, сондықтан сатып алар кезде бағаларды салыстырып қарап шығыңыздар, және де міндетті түрде сапасына мән беріңіздер. Флагман магазин, бренд, оригинал товар белгілері болса, әрине, ол товарды ойланбастан сатып алуға болады.